Біріңізге назар салсақ. Бүгін барлық мешіттерде жер үшін наразылық көрсеткен азаматтарды арандатушы ретінде насихаттады. Уағыздарынан биліктің тапсырмасы мүңкіп тұрды. Айналайындар, мешіт деген биліктің саясатын жүргізетін орын емес, Аллаға құлшылық ететін орын ғой деп пікір білдіріпсіз. Ата заңда жазылғандайға жалпы зайырлы мемлекетте дін саясаттың құралы болмау керек емес пе? Бүгінгі таңда мынау діндердің өзі сан саққа бөлініп кетті. Мұсылман дінінің өзі 150-200 бөлікке бөлінді деп жазып жатыр. Ал енді осы діндерді қиратуға, бөлуге Америка жыл сайын 11 миллиард доллар ақша бөліп отырады екен. Соның үлкен бөлігі Қазақстанға келіп жатыр. Егер біз қазір екеуміз бір дін ойлап шығарсақ, намазды аяқты көтеріп оқитын, әйтпесе күн шығысқа қарап оқитын. Табан астында Америка бізді қолдайды. Сондықтан бүлдіру саясаты алға шығып жатыр. Ал енді осы мәселені мен талай рет көтердім. Мәселен, мен осы мұсылман дінінің адам болғандықтан өзім мен 10 жылдан асып кетті, намаз оқимын. Ал сондықтан осы мұсылман дінін насихаттаудың өзі нашар жүріп жатыр қазір. Мен билік басында мынау дін басыларға да талай рет айттым. Саясаттың құралы болмау керек. Саясат, бұл дін ешкімге бағынбау керек. Құдайдан үлкен ешкім жоқ. Сондықтан енді осы діндегі адамдар біресе биліктегі жағымпазданғанын жүрегім айнайды. Соны кейін бұны бір мәліметтер бар, рас өтірігін білмеймін. Осындағы жаңағы дін басқаратын адамдардың біраздары сол биліктің айтқаннан шыға алмайды. Солардың түпілген жылайды. Ал дінді сондай жағдайға алып бару бұл өте ұят мәселе. 3-4 жыл бұрын Астананың ар жағында кілең діншіл адамдар жиналды. Сол жиынға мені де шақырды, сөз берді. Сонда мен бір мәселені көтердім. Осы дінде жүрген адамдардың көпшілігі тазалыққа қарай бұрылса, өкінішке орай барлығы жұрттың қалтасына қарап отырады. Ал бізде таза дін басында жүргендердің ішіндегі тазалары өте сирек дедім. Шынында да солай. Кейде олар биліктің ыңғайына бұрылып кете береді. Тағы да қайталап айтам, діндің басында жүрсің ба, мешіттің бар ма, әйтпесе басқа сондай үлкен жаңағы жүрсенетін орында отырсың ба, Құдайдан үлкен ештеңе жоқ. Ешбір басшы үлкен болып саналмайды. Сіздің